Криптовалюта деген не? Қалай ақша табамыз? Және де қандай табыстың көздері бар? Сол жайлы айтып өтетін боламыз. Сондықтан видеоның соңына дейін қараңыздар. Жалпы криптовалюта деген ол электронды ақша. Болды, басқа ештеңке емес. Яғни бұрында бізде таспен, болмаса бір белгілі бір нәрсені ауысумен сондай ақша көздері болған. Одан бөлек алтын болған бізде. Одан кейін бізде кәдімгі фиат ақшамыз. Енді алдағы заманда біз уже электронды ақшаға көшіп жатырмыз. Бұл мемлекеттік деңгейде әлі ешқандай да қолдауы жоқ, бірақ та бұл қолданысқа енейін деп тұр. Яғни алдағы 5-10 жылда. Қазірдің өзінде адамдар халық қана қолданады, өйткені бұл банкке қарағанда өте тиімді. Мысалға, сіз осы жерден отырып, біз Америкаға, басқа жаққа ақша жіберетін болсақ, біз 1 секундта ақшаны жібере аламыз. Және де комиссия ол жерде әшейін тиын ғана болады, теңге емес, тиын ғана жұмсалады десек те болады. Ал егер біз банкпен жіберетін болсақ, қазір жіберсек, ол 7 күн, 1 апта, 2 апта арасында барады, және де ол жерде бізде қанша 0,3% деген сияқты комиссия алады. Бұл уже өте көптеген шығын. Яғни халыққа, былайша айтқанда, қолданысқа ауыр тиеді. Яғни бұл бізде криптовалюта банктың полный жұмысында алады, біз қолданысқа да иелік ете аламыз жалпы. Яғни қолдану үшін. Бұны әлі мемлекеттік деңгейде рұқсат бермейді. Неге? Өйткені банк секілді көптеген бизнестер өліп қалуы мүмкін. Сондықтан да бұл жақта рұқсат жоқ. Ал енді бұдан біз қалай табыс табамыз десек, жалпы именно криптовалюта сақталатын биржа бар. Мысалға, мына бір киім барахолкіде болмаса бір қандай да бір мегацентр деген сияқты әртүрлі жаңағыдай биржаларда, яғни сатылады. Мысалға, меганы бір биржа десек, барахолкіні бір биржа десек, сол сияқты әртүрлі биржалар бар қазір, именно криптовалютаны сататын, алатын деген сияқты. Соның ішінде біз өзіміздің табыс көзімізді таба алады екенбіз. Қандай табыс көздер десек, мысалға, P2P арбитраж, оны барлықтарыңыз білесіз. Ол жерде біз обменник болып жұмыс істеу арқылы табыс таба аламыз. Былтыр қит болды, барлығымыз білеміз. Одан бөлек бізде трейдингтің өзі екіге бөлінеді. Ол жақта спот және де фьючерс. Фьючерс деген ол бізде харам болып саналады, а спот ол как инвестиция секілді, ол нормальный болып саналады. Одан бөлекте бізде лаунчпад және де airdrop деген бізде инстаграмда ойнаймыз ғой, сол секілді әртүрлі жаңағыдай нелерге информация тарату арқылы біз ол жақтан өзіміздің табысымызды таба аламыз. Және де DeFi дейді, DEX токендер, яғни енді шыққан монеталарды сатып алып, олар белгілі бір 1-2 аптада өз белгілі бір деңгейге жеткен кезде біз сатып, сондай да пайда таба аламыз. Яғни өте арзан кезде, бүгін шыққан кезде сатып алып, солай жұмыс жасай аламыз. Одан бөлек стейкинг деген бар, жаңағыдай депозитке ақша салып қойып, солай да жұмыс істей аламыз. Одан бөлекте біз инвестиция салу арқылы, мысалы, биткоин деген сияқты неше түрлі монеталар бар. Яғни биткоин ол уже өзінің тарихын қойып тастаған монета, әлі де салсақ болады, бірақ ол қатты жоғары көтерілмеуі мүмкін. То есть қазір $43,000 болып тұр, десе де алдағы уақытта $100,000, $200,000 болса да, ол ары кетсе 2-3 есе ғана өсті деген сөз. Ал біз биткоин сияқты енді шығып өте мықты өсіп келе жатқан монеталарды алатын болсақ, олар бір өскенде 10, 20 немесе 100 есеге дейін өсіп кетуі мүмкін. Яғни біздің салып атқан, білмеймін, $200-300 ол $20-30,000 одан да көп болып кетуі мүмкін. Сондықтан да осындай инвестиция арқылы біз криптовалютадан табыс таба аламыз. Жалпы осындай табыс көздері бар. Егер де сіздерге осындай ақпараттар ұнаған болса, криптовалюта жайлы көбірек білгіңіз келсе, осы видеоға лайк басып, сақтап алыңыз. Комментарияға өз пікіріңізді, өз ойларыңызды жазып кетіңіздер, және де бізге тіркеліп алыңыз. Біздің инстаграмға тіркеліп алыңыз. Сол жақта да біз өте көп информация айтатын боламыз.